Қайырлы күн, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сиясы кеппеген әңгімемнің тақырыбы 6-шы сезім. Адам баласының бойындағы тылсым құпияны біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатсақ та, әлі танып білгеніміз жоқ. Адам жұмбақ, адам құпия. Ал 6-шы сезім туралы біліміміз де мынау қарыштап дамып жатқан заманда да мардымсыз. Небір апат пен бақытсыздықтан аман қалуға себеп болатын ол қандай тылсым күш екен? Жауабын іздейсің, таба алмайсың. Содан барып мынау әлемді, адамзатты жаратушы бір ұлы күштің барлығына шүбәсіз сенесің. Сондай әңгімелердің бір-екеуін мен де досым Еркеназдың әкесі Хасен ағаның аузынан естіп таң қалғаным бар. Ауылда ауған соғысына қатысқан 3 интернационалист жауынгерлеріміз бар. Бірі өзінің Қасымбек деген аты ұмыт болып, Ауғанстан аталған Қасымбек ағай, Еркеназдың әкесі Хасен ағай және Марат ағайлар. Бірде Еркеназдың үйінде фото альбомдарды көріп отырып, Хасен ағаның әскери киімде жауынгер достармен түскен суретіне көзім түсті. Фото суреттің сыртына Кабул 1983 жыл деп жазылған екен. Суреттегі жас жауынгер ағамыздың жанарынан қажырлы қайраттың ұшқынын көргендей болдым. Хасен аға қалың қастары түйіле отырып, сол бір қиында қатал жылдарды еске алып, әңгімесін бастады. Мен әскер қатарына 83 жылы шақырды. Содан Самарқанд қаласында 4 айлық жаттығудан өтіп, Ауғанстанның Кабул қаласының маңына келді. Күн өте ыстық. Сарыарқаның самал ауасын жұтып өскен біздерге бұл жердің қапырық ауасы ауыр тиді. Жер бедері де өзгеше, құмды шөлейт жер екен. Жартасты таулары бір сұмдықты ішіне бүккендей жат көріністі. Ротамызда Әзербайжан, түрік, қазақ, қырғыз, өзбек жігіттері көп. Себебін кейін білдік. Бұл сол кездің саясаты екен ғой. Азиат жігіттерді Ауғанстанға көптеп жібергені. Ротамызда орыс жігіттері де бар, көп емес. Рота командирі Романенко деген орыс адамгершілігі мол, тәжірибелі адам. Азық түлікті тікұшақпен әкеліп тастайды. Көбіне даяр тамақтар. Күндіз от жағуға, дауыстап сөйлеп лагерден жақ кетуге болмайды. Тәртіпті бұзғандар қатаң жазаланады. Сондықтан заңға бағынуың керек. Дұшпандардың қай жақтан оқ жаудырарын кім білген? Олардың қарулары америкалық қарулар. Түнде де дүрбімен көріп, атуға бейімделген. Ауылға, туыс-туғанға хат жаздырмайды. Ерекше құпия аймақ деп бәрін құпияда ұстауды ескерткен еді. Алыстағы Қазақстандағы әке-шешем мен бауыр туыстарымның келбеті көз алдымнан кинолентасындай сырғып өтіп жатады. Жассың, өмір сүргің келеді. Өмірдің тәттілігі мен бағасын нақ сезінерің шын. Мен аға түсіп, денесі жапырақ-жапырақ болып, пәршесі шыққан досыңдар жалға қимай, өксігіңді баса алмай, ащы жасыңды үнсіз жұтасың. Талай боздақтың белгісіз кеткендері де бар. Дене салуға келмей, пәрше болып, сол ауған жерінде қалғандары қаншама деп әңгімесін сабақтап отырған Хасен аға бізден, сендер осы 6-шы сезімнің бар екеніне сенесіңдер ме деді. Біз Еркеназ екеуміз бір-бірімізге сұраулы жүзбен қарап қалыппыз. Ия бар деп әңгімесін жалғастырды Хасен аға. Бірде Баграм қаласының маңындағы операцияға араласу біздің ротаға бұйырылды. Биік Құзды таудың 2-ші соқпағымен келе жаттық. Шөл мен жолдың азабын көрген жауынгерлер өте қатты шаршаған. Арамыз алшақ болып жүреміз. Себебі минаға түсіп кету қаупі бар. Бұның бәрін ескертіп санамызға құйған. Аяғымды таудан тастақ жолға қоя беріп едім, көзім бір жылтырап жатқан затқа түсті. Сыртынан қарасам, бір тамаша авто қаламсапқа ұқсайды. Таң қалып не екенін алып көрейін деген ойдың сап етіп түскені бар ма? Қолымды созып, енді ала беремін дегенде құлағымның түбінен алыстағы ауылдағы әкемнің шешесі, Қадырбала апамның таста, алма деген үн естігенде бойымды тез жиып ала қойдым да жан-жағыма қарадым.
Апырай, жаңағы апамның даусы қай жақтан шықты? Өңім бе, түсім бе деп бір сәт тұрып қалдым. Есіме апамның далада алтын жатса да алмаңдар, бәлесі болады деп отыратыны түсті. Сөйттім де ара қарай жүріп кеттім. Бір кезде ғаламат дауыстан есеңгіреп кеткендей болдым. Басым мең-зең. Сөйтсем, артта келе жатқан жас жігіт әлгі бәлені алып күлі көкке ұшқан екен ғой. Осылай бір ажалдан қалғаным бар, деді Хасен аға. Ал екінші жағдайда ерекше тылсым күштің арқасында аман қалғаныма сенемін. Ротадағы жігіттермен шабуылдың саябырсыған бір сәтінде бұзылған үйдің ішінде отырған едік. Арманымыз үйге аман-есен қайтып, туған жермен қауышу. Қасымдағы Болат, Махмуд, Гумерлердің осы қырғыннан аман-есен қайтсақ, әр қайсымыздың үйімізде бір ай жатып, қонақ боламыз деп, бір сәт әзіл қалжыңға ерік беріп отырған кезіміз еді. Менің көз алдыма туып өскен жерім, оның сұлу таулары, таудан аққан бұлақтары, ауыл маңдағы қыста да қатпайтын жылы бұлақ елес береді. Тәтті қиялмен отырған кезде анам жібектің «Хасен, Хасен» деген даусы естіліп, өзімді тап бір ауылда жүргендей, «Тәте, неге шақырдың?» деп отырған үйден далаға қалай атып шыққанымды ғана білемін. Бір жойқын күш мені жерге алып соққандай болды. Көргенім, жаңа ғана тұрған там үйдің үйіндігі айналып, достарымның сол үйіндінің астында қалған еді. Дұшпанның снаряды келіп, жаңа ғана біз отырған үйге түскен екен. Сөйтіп 2 рет ажалдан алып қалған 6-шы сезімнің құдіреті деп білемін. Әлде қос ананың жүрегі ұлдарына төнген қауіпті сезіп, әлде бір тылсым күшпен маған жеткізуге жаратушы иеміз көмектесті ме екен? Кабул, Паншер, Кандагар, Баграм қалалары маңындағы шайқастарды басымнан өткердім. Әскерден 85 жылдың тамызында елге оралдым. Құдайға шүкір, үйлендім. Еркеназдай сүйкімді қызым бар, бақыттымын. Үлкен анам Қадірбала 95 жасқа келіп дүние салды. Артында қорормандай ұрпағы бар. Әділетсіз саясаттың құрбаны болған өрімдей жас жігіттердің орындалмаған армандарының, көрмеген қызықтарының құнын кім төлер? Совет еліне барған қазақ қырғыз жігіттеріне «Сендер мұсылман емессіңдер, кәпірсіңдер» деген ауған жігітінің сөзінде астар жатыпты-ау. Ендігі ұрпақтың басына мұндай тағдырды жазбасын. Мұсылман баласына мұсылманның қару кезеніп, жауласуы болмасыншы. Тәуелсіздігіміз баянды, еліміздің іргесі берік болсыншы. Бірақ өткен өмір тарих, оны ұмытуға болмайды деп әңгімесін аяқтады Хасен аға.